Біздің ғасыр білім мен технологияның ғасыры. Ұлттық рухтағы тәрбие осы екеуінің бастауы болуы тиіс. Заман талабына сай білім беріп, заманауи озық технологиямен жабдықталған Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылының төрінен орын алған номері 195-ші мектеп-гимназиясының миссиясы өмірге бейім, жаһандану үдерісін қабылдауға қабілетті, көп тілді меңгерген, жоғары мәдениетті, адамгершілігі мол, зерделі, білімді тұлға қалыптастыру. Мектеп осы бағытта жұмыс жасап келеді. Мектептің басты ұстанымы әлем өзгеруімен біз де өзгереміз. Бұл мекеменің ұрпақ тәрбиелеп, білім берудегі алғашқы кірпіші 1966-1967 жылдары қаланған. Ұлттың рухани байлығы білімде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде демекші киелі қара шаңырақ номері 195-ші мектеп-гимназиясы 2014 жылы 250 орындық 2 қабатты типтік жобада салынған. Мектепте 20 сынып, 365 оқушы бар. Оқу кабинеттері 20, 114 орындық асханасы, 160 орындық акт залы, медкабинеті, 18-де 12 типтік жобада салынған спорт залы мен тігін шеберханасы, металл өңдеу және ағаш өңдеу шеберханалары бар. Білім сапасын жақсарту мақсатында білім ордасының материалдық техникалық базасының қазіргі заман талабына сай жабдықталуына баса назар аударылған. Бүгінгі таңда мультимедиалық, физика, химия, биология, робототехника, лингофон кабинеттері жаңа технологиямен жабдықталған. Сонымен қоса 3 кабинет Эрисман партасымен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда компьютер саны 186, принтер 10, интерактивті тақта 15, ноутбук 57, планшет 30 дана бар. Мектепте интернет желісі оптика 10 мегабит жылдамдықпен жұмыс жасап келеді. Мұғалімдерге ақпараттық технологияларды пайдалануға ерекше мән берілген. Мектеп гимназиясында 51 мұғалім жұмыс істейді. Оның жоғарғы санаттысы 7, бірінші санат 23, екінші санат 8, педагог зерттеуші 8, педагог сарапшы 16, педагог модератор 12. Пән бойынша жетіспейтін мұғалім жоқ. Мектептің педагог кадрлары түгел түрлі бағыттағы курстардан өткен. Оның ішінде жаңартылған білім беру бойынша 32, пән бойынша 44, деңгейлік курстардан өткен 31, 3 тілділік бойынша 5 мұғалім біліктілік курстарынан өткен. Мектепте 1-4 сынып оқушыларынан 115 оқушы, міндетті оқу қоры есебінен 67 бала, барлығы 182 бала ыстық тамақпен қамтылған. Мектепте қамқоршылық кеңес ұйымы нәтижелі жұмыс жасап келеді. Мектеп есебінде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны 2, жартылай жетім бала 8. Міндетті оқу қорынан бөлінген қаржы есебінен олар оқулықтармен, ыстық тамақ және киіммен, жазғы маусымдарда лагермен қамтамасыз етілді. Қашықтықтан оқу кезінде кедергі болмас үшін смартфондармен қамтамасыз етілді. Инклюзивті оқыту. Инклюзивті білім беру жүйесі мектепте нақты жолға қойылып келеді. Қазіргі таңда мектепте 3 оқушы үйден оқытылады. Психолог пен дефектолог маманы балалармен жұмыс жасауда. Осы балаларға сапалы көмек көрсетіп, біліммен қамтамасыз ету біздің негізгі мақсатымыз. Мектепте инклюзивті білім бойынша 22 мұғалім білім жетілдіру курсынан өткен. Мектептегі оқушылардың рухани дүниесін байытуға ұйытқы болып отырған кітапхана жұмысы да жақсы жолға қойылған. Кітап қоры жеткілікті. Кітапханада барлығы 9741 кітап бар. Оқулық 6496, көркем әдебиеттік 1384, электронды оқулық 359. Оқуға құштар мектеп жобасы біздің мектебімізде жақсы жолға қойылған. Жобаның мақсаты жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру, өзі оқыған көркем әдебиет шығармаларын бөлісіп насихаттау. Балалардың бойында ұлттық құндылықтарды сіңіру мақсатында аудандық кітапханада 100 жаңа кітап тақырыбында Book Dating кітапқұмарлар алаңы болып өтті.
оқуға құштар мектеп жобасы аясында Қызылорда облыстық рухани жаңғыру орталығы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті номері 195 мектеп гимназиясының ұйымдастыруымен Лира Қоныс, Мәңгілік сағыныш, Алмас Мырзахметова Қаншайым, Аягүл Мантайдың балалықтың көктемі тақырыбында республикалық онлайн конференция өткізілді. Мектепте Ұшқыр ой дебат клубы 2019 жылдан бастап қолға алынып, жоспар бойынша жүзеге асырылып келеді. Дебат клубына бастапқыда 12 оқушы қабылданып, 2021 жылы 14 оқушы, 6 фракция, 2022 жылы 20 оқушы, 7 фракция жоспарланып, қазіргі таңда аймақтық, аудандық, облыстық жарыстарда бақ сынап келеді. 2022 жылы аудандық турнирінде Амалбек Қарақат үздік спикер номинациясын жеңіп алды. Мектебімізде дебат және біз тақырыбында облыстық семинар ұйымдастырылып, Ұшқыр ой алаңы дебат клубының ашылу салтанаты өткізілді. 2022 жылы Көкшетау қаласында ұйымдастырылған әрекет уақыты мектеп көшбасшылары мен дебатерлердің республикалық слеті Қазақ лигасында Абдуллаев Мұхаммед Әлі үздік спикер номинациясымен оралды. Аудандық, облыстық дебат ойындарында Абдымүталіп Амина, Амалбек Қарақат, Өтеген Сымбат жүлделі 1-2 орындармен қуантып жүр. Номері 195 мектеп гимназиясында 2022 жылы білім беру ұйымдарының тәрбие бағытындағы жұмыстарының мазмұнын толықтыру мақсатында театр және өнер жобасы аясында Қуыршақ театры жұмыс жасайды. Қуыршақ театры жобасының енгізудегі мақсат оқушылардың шығармашылығын дамыту, балалардың бойына рухани қазынаны сіңіру және елжандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу, баланың сөйлеу мәнерін жақсарту, көпшілік алдында өзін ұстай білу, жан-жақты дамуына ықпал жасау. Аталған жоба бойынша мектепте қазіргі таңда Қуыршақ, Көлеңке, Саусақ театрлары бойынша бастауыш сынып оқушылары түрлі ертегілерден қойылымдар қойып келеді. Мектебімізде шахмат, шашка, тоғызқұмалақ, футбол, волейбол, домбыра, робототехника үйірмелері жұмыс жасайды. (2018-2019) оқу жылында облыстық шахмат ойыннан 2-ші орын, жаяу жарыс сайысынан 3-ші орын, бокстан облыстық сайыста бір оқушымыз 1-ші орын иеленіп, республикалық сайыста 3-ші орын алды. Алғашқы әскери дайындық сабағында автоматты бөлшектеп және жинақтауға, сап түзеуге, түрлі тақырыптық іс-шараларға қатысуға, олардың ішіндегі ең бастысы әрбір жекелеген сабақтың оқушыны тәртіпке, білімділікке, өз отанын қорғауға дайын болуға тәрбиелейді. Оқушыларымыз үздіксіз білім беруде барлық жағдай қарастырылған. Мектеп ұжымы қазіргі таңда оқытудың жаңа технологиялық әдіс тәсілдерін пайдалану арқылы дарынды оқушыларды дер кезінде анықтап, шәкірттерді шығармашылыққа баулуды басты парыз деп санайды. Соңғы 5 жылда мектебіміз талай жетістіктерге жеткен. Соларды атап өтер болсақ, мектепті алтын белгіге бітіргендер саны 5, үздік аттестат иегерлері 18. Мектебімізде дарынды балаларды қолдау бағытында жүйелі түрде жұмыстар атқарылып келеді. Соның айғағы Жолдасбеков атындағы математика және механикадан зерттеу жұмыстарының халықаралық конкурсына орынбасар Асылзат қатысып, 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Дәл осы жарысқа 2021 жылы Амангелді Жұлдыз қатысып, алғыс хатпен марапатталды. Мектебіміздің мақтаныш болып келе жатқан оқушыларымызға тоқталып өтейін. Оспан Рахат 2019 жылы химия пәнінен облыстық олимпиададан 3-ші орын, 2018 жылы 1-ші халықаралық химик олимпиадасында 3-ші орын, алтын белгі иегері. Али Мади 2018 жылы облыстық ғылыми жобадан 3-ші орын, 2019 жылы облыстық ғылыми жобадан 2-ші орын, аудандық олимпиададан тарих пәнінен 1-ші орын, облыстық олимпиададан тарих пәнінен 3-ші орын иегері. Талғатқызы Аружан алтын белгі иегері.
Менің кіші отаным облыстық жас тарихшылар байқауынан 1-ші орын, облыстық олимпиададан тарих пәнінен 3-ші орын, облыстық дарын ғылыми жобадан 2-ші орынмен марапатталды. Асхатбек Айбек аудандық математик Үкібай Исаев олимпиадасында 3-ші орын, аудандық олимпиададан биология пәнінен 2-ші орын, робототехникадан аудандық кезеңнен 1-ші орын, Казроботикс 2019 облыстық байқауында 1-ші орынды иеленді. Ғалиқызы Шұғла 2019 жылы химия, биология, физика және информатика пәндерін ағылшын тілінде оқитын оқушылар арасында ұйымдастырылған республикалық сайыстың 3 кезеңі бойынша да ең жоғарғы нәтижені көрсетіп, EduStream компаниясының 1-ші дәрежелі дипломымен марапатталды. Облыстық ғылыми жобадан ағылшын пәнінен 2-ші орынды иеленді. Открытие «Прогресс». Первое место нашего республиканского конкурса. Ортаға шақырамыз. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылы нөмірі 195-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Ғалиқызы Шұғла және де химия биология пәнінің мұғалімі Данибекова Бану Тұрсынбекқызы. Жарты жылға созылған республикалық білім бәйгесі өз мәресіне жетті. Сайысты жаратылыстану бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде оқыту бағдарламасын жүзеге асырған EduStream ұжымы ұйымдастырған. Білім бәсекесіне еліміздің барлық өңірінен 1000-нан астам мұғалім мен 300-ден астам оқушы қатысқан. Үздіктер 3 кезеңнен тұратын күрделі сыннан өткен. Жарыс талабы бойынша қатысушылар ағылшын тілінде бейнеролик түсіріп, онлайн тест түріндегі тапсырмаларды орындаған. 100-ден жүйрік шыққандардың бірі Шұғла Ғалиқызы. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма мектеп гимназиясының шәкірті. Ол талап болса, түкпірдегі ауыл баласының да топ жаратынын дәлелдеді. Шара барысында дарынды жас ұстазымен бірге бағалы сыйлықтармен марапатталды. Насыр Сымбат елбасы медалі жобасының қола медаль иегері. Менің отбасымның тарихы атты фото, видео, эссе облыстық байқаудан 2-ші дәрежелі диплом және алғыс хат. Білім саласының ардагері Нұртаев атындағы Қазақстан тарихы пәнінен республикалық олимпиадада шығармашыл тарихшы номинациясымен марапатталған. Дарын ғылыми жобалар конкурсынан облыстық кезеңінде 2-ші орынды иеленді. Амалбек Қарақат 2022 жылы Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша облыстық олимпиадада 3-ші орын, облыстық ғылыми жобадан информатика пәні бойынша 3-ші орынды иеленді. Абдымуталип Амина облыстық ғылыми жобадан алғыс хат, химик зерттеуші 4-ші халықаралық үздік ғылыми жоба сайысына белсене қатысқаны үшін сертификатқа ие болды. Ерғалиқызы Құттығыз облыстық ғылыми жобадан математика пәнінен 3-ші орын, аудандық жас өнер тапқыштар сайысы 1-ші орын, аудандық алаш қайраткерлері атты үздік мақала байқауы 1-ші орын. Айқанат республикалық олимпиадасының іріктеу турынан өтіп, Тараз қаласынан жүлделі 3-ші орынға ие болды. Абдуллаев Мұхамедәлі жыл оқушысы 2022 облыстық сайысынан 2-ші орын. Зерде 15-ші республикалық конкурсында абсолюттік жеңімпазы Гран-при иегері атанды. Облыстық ғылыми жобадан 2-ші орын. Жаһанда жұмақ мекен жалағашым атты облыстық оқушылар айтысында 3-ші орын. Жас жүректер жырлайды атты облыстық оқушылар айтысында Мұхтар Ниязов атындағы арнайы жүлдені жеңіп алып, тарих тағылым атты оқушылар айтысында 1-ші орынға иеленді. Облыстық педагогикалық шеберлік орталығының ұйымдастыруымен 3 облыстық оқу орталығымен 4 семинар өтті. Номері 195-ші мектеп гимназиясы Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған 4-ші облыстық мектеп интернатымен байланыса отырып, көмек Times әдістемелік көмек жоспары жасалып, олармен бірлесе отырып, авторлық бағдарлама, әдістемелік құрал жасау жолдарын, ұлттық бірыңғай тестке дайындау, жаңа әдіс тәсілдерді сабақтарда пайдалану жолдары жайлы тәжірибе алмасып келеді. Номері 195-ші мектеп гимназиясы ауданымыздағы 18 мектепке жетекші мектеп болып келеді. Сол мектептермен қоғамдаса отырып 6 семинар өтті.
Шебер мұғалім, білімді, әрі саналы ұрпаққа негіз болмақ. Талантты ұстаздар, тәлім берген мектептің түлектері де талапты болмақ. Әрдайым ұстаздарымыз білім біліктілігін арттырып отырып, мақсатында түрлі деңгейдегі байқауларға, ғылыми конференцияларға қатысып, мектеп мерейін үстем етіп келеді. Атап айтсақ, Астана қаласында жаңа дәуірдің мектебі 10-шы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға мектеп гимназия директоры Жанат Жүсіпова, оқу ісі жөніндегі орынбасары Гүлбазар Боранбаева, кәсіби бағдар жөніндегі орынбасары Күлбибі Тасманова қатысып, сертификатқа ие болды. Шымкентте өткен Қазақстан Республикасы оңтүстік аймақтық жетекші мектептердің жаңару жаршысы форумына Жанат Жүсіпова қатысып сертификатталды. Астана қаласында өткен білім берудегі инновациялар, ізденіс және шешімдер атты конференциясына ағылшын тілі пәні мұғалімі Тұрлыбеков Тұржан қатысып сертификатталды. Алматы қаласында өткен республикалық семинарға биология пәні мұғалімі Данибекова Бану қатысып сертификатталды. Нұрсұлтан қаласында өткен республикалық халықтың дінтанулық сауаттылығын арттыру мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмысының пәрменділігі тақырыбындағы семинарға тарих пәні мұғалімі Әшірбаев Сәбит қатысып сертификатталды. Республикалық оқу-сауықтыру Балдәурен Қапшағайда өткен жаңартылған білім мазмұнында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары тақырыбындағы семинар практикумға сызу сурет пәні мұғалімі Жүсіпов Қалмұхамед, технология пәні мұғалімі Төленбеков Аслан қатысып сертификатқа ие болды. Көкшетауда өткен заманауи басшы табыс құпиясы тақырыбындағы семинар практикумға ағылшын тілі пәні мұғалімі Тасманова Күлбибі қатысып сертификатқа ие болды. Математика және физика пәнінің мұғалімі Шынаргүл Қожағұлова Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының ұйымдастыруымен Қарағанды қаласында өткен мектептегі математикалық білім беру жағдайы, проблемалары, ұсыныстар тақырыбындағы математика пәні мұғалімдерінің съезіне қатысып қайтты. Білім беру ресурстарын жетілдіру, тәжірибе және болашағы тақырыбындағы халықаралық ғылыми практикалық конференцияға орыс тілі әдебиеті пәні мұғалімі Құршанова Баян және биология пәні мұғалімі Отарбаева Ақмарал қатысып сертификатталды. Мектебіміздің тренері Алтынбек Аманай Байқоңыр қаласында ұйымдастырылған тәжірибедегі Lesson Study сабақты зерттеуден мектеп мәдениетіне атты семинарға қатысып қайтты. Номері 195 мектеп гимназиясына Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 5 біліктілігі жоғары мамандары келіп, мұғалімдерге әдістемелік көмек берді. Ал білім алушыларды ұлттық бірыңғай тест, олимпиада, ғылыми жобаларға дайындайды. Өзінің білім біліктілігінің, қабілетінің арқасында күл жүйріктер қатысқан педагогтар арасында шын жүйрік болып, жеңіс тұғырына жиі көтеріліп келе жатқан ұстаздардың саны да аз емес. Жусипова Жанат Калкозовна 2021 жылы Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі, 2005 жылы Қазақстан Конституциясына 10 жыл мерекелік медалі, 2011 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалі, 2021 жылы Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалі, 2020 жылы Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы құрмет грамотасы, 2017 жылы Қызылорда облысының білім басқармасының құрмет грамотасы, 2020 жылы облыс әкімінің үздік білім қызметкері дипломы. Боранбаева Гүлбазар Жарылқасыновна 2020 жылы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы, 2019 жылы Қызылорда облыстық білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталды. 2019 жылы облыстық кәсіподақ комитетінің құрмет грамотасы, 2018 жылы өткізілген жаңа дәуірдің мектебі 20-шы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін дипломмен марапатталды. Үздік үйлестіруші 2021 облыстық байқауына қатысып, ізденімпаз үйлестіруші номинациясымен марапатталды.
Тасманова Күлбейбі 2019-2020 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының облыстық кезеңінде ағылшын секциясы бойынша 9 сынып оқушысы Ғалиқызы Шұғыла 3 орынды иеленді. 2018 жылы рухани жаңғыру жаңа дәуірге заманауи көзқарас тақырыбында республикалық мұғалімдермен ұйымдастырылған конференцияға қатысқаны үшін дипломмен марапатталды. 2020 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Oxford Vision оқу орталығының ұйымдастыруымен өткен байқауына 8 сынып оқушысы Амалбек Қарахат қатысып, 1 орынды иеленді. Дәнебекова Бану Тұрсынбековна 2019 жылы Ыбырай Алтынсарин төс белгісі, 3 тілділік білім беру жүйесін дамытудың жаңа мүмкіндігі тақырыбындағы облыстық педагогикалық байқауда жүлделі 3 орын. 2019 жылы химия, биология, физика және информатика пәндерін ағылшын тілінде жүргізетін мұғалімдер арасында бейне сабақ көріністері бойынша ұйымдастырылған республикалық сайыста 1 орын. 2019 жылы аудан әкімінің үздік ұстаз номинациясы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 1 дәрежелі дипломы 2020 жылы аудандық жыл ұстазы номинациясын алды. Әлжанова Күләш Каниевна 2017 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ыбырай Алтынсарин төс белгісі. 2018 жылы Қызылорда облысының білім басқармасының құрмет грамотасы. 2018 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті алғыс хат. 2021 жылы Қызылорда облысының білім басқармасының алғыс хатымен марапатталды. Нишанбаева Сапаркүл Хамидовна Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы. Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағының құрмет грамотасы. Облыстық үздік дидактикалық материалдар байқауынан 3 орын. Облыстық үздік бейне сабақ 2018 байқауынан 1 орын. Тілдік дағдыларды дамытуда мәтінмен жұмыс жүргізудің тиімді әдіс тәсілдері әдістемелік құралы шығарылды. Үздік бейне сабақ 2018 облыстық байқауында 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Қожағұлова Шынар 2017 жылы аудан әкімінің алғыс хаты, 2019 жылы Қызылорда облысының білім басқармасының құрмет грамотасы, 2022 жылы Қызылорда облыстық оқу орталығы мектептегі математикалық білім беру жағдайы, проблемалары, ұсыныстар тақырыбында өткізілген республикалық съезге қатысып, білім алушылардың білімін бағалау, аттестаттау жағдайы, проблемалар тақырыбында облыс мұғалімдеріне баяндама жасаған үшін сертификат берілді. 2022 жылы Қызылорда облысының білім басқармасы Дарын облыстық қосымша білім беру орталығының алғыс хаты. 2021 жылы Жаңақорған акиматының аудандық ағарту білімінің шешімімен Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Алияровтың сыйлығының иегері атанды. Әшірбаев Сәбит 2021 жылы аудан әкімінің алғыс хаты. 2022 жылы оқушысы облыстық ғылыми жобадан 3 орын, оқушысы Әбдімұталып Карима жалпы білім беру ұйымдарының 5-6 сынып оқушылары арналған республикалық олимпиаданың аудандық, облыстық кезеңдерінде 1 орын. Аудандық олимпиададан Қазақстан тарихы пәні бойынша 2 орын алған. Даубалаев Бектұрған Қызылорда облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағының құрмет грамотасы. Ең үздік тарих пәні мұғалімі 2008 аудандық байқауда 2 жүлделі орынды иеленген. 2018 жылы оқушысы облыстық ғылыми жобадан 2 орын, 2020 жылы оқушысы жалпы білім беру ұйымдарының 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңдерінде 1 орын. Нишанбаева Динара үздік мектеп алды даярлық сыныбының тәрбиешісі 2018 аудандық алғыс хат. Үздік бастауыш сыныптағы жаратылыстану мұғалімі 2021 облыстық алғыс хат. Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының облыстық комитетінің құрмет грамотасы.
Ұстаздар күні кәсіби мереке қарсаңында аудан әкімінің алғыс хаты. 2022 жылы үздік бастауыш сыныптағы жаратылыстану пәнінің мұғалімі облыстық байқауға қатысып, Нышанбаева Динара алғыс хатпен марапатталды. Жаңа технологияны игеру, жеке мұғалімнің кәсіби өсуінің мүмкіндіктерін, мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастыру, инновациялық жобаны жүзеге асыру, озық тәжірибені енгізу, тарату мақсатында мұғалімдеріміздің шығармашылық жұмыстары да аз емес. Атап айтар болсақ, авторлық бағдарлама бойынша аудандық кезеңнен бірінші орын 4 мұғалім, облыстық кезеңнен екінші орын 1 мұғалім, облыстық кезеңнен үшінші орын 3 мұғалім, 10 мұғалімнің әдістемелік құралдары аудан, облыс көлемінде таратылды. Нышанбаева Сапаркүл үздік бейне сабақ 2018 облыстық байқауында бірінші дәрежелі дипломмен, Дәнебекова Бану Қызылорда облыстық жаратылыстану математика бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытатын пән мұғалімдері үшін интербелсенді әдістер құзыреттілікті арттыру құралы тақырыбында өткізілген әдістемелік семинарда жоғарғы деңгейде шебер сынып көрсеткені үшін сертификатталды. Опабекова Фируза үздік қысқа мерзімді жоспар 2021 облыстық байқауында екінші орынды иеленді. Жұмабекова Гүлзира үлгілі қысқа мерзімді жоспарлау 2021 облыстық байқауында екінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Оспанова Гүлмарал дарынды балаларға талантты ұстаз 2018 облыстық байқауға қатысып, алғыс хатпен марапатталды. Наурыз Шапағаты 2019 облыстық өнер лауреаты атанды. IQ Орда республикалық интеллектуалды ойынына номері 195 мектеп гимназиясынан команда жасақталып, арнайы алғыс хатпен марапатталды. Асылхан Набат Асылханқызы 2019 жылы Зерде ғылыми жобалар конкурсының облыстық кезеңінде ағылшын секциясы бойынша оқушысы екінші орын, үздік сынып жетекші 2022 аудандық байқауында үшінші орын, 2023 жылы Жаңақорған аудандық кәсіподағының алғыс хатымен марапатталды. Білім баспалдағына нық қадаммен көтерілген білім ордасы қандай үлгідегі сайыс болса да қатарынан қалыс қалмауды мақсат еткен. Осы уақытқа дейін ынтымағы жарасқан ұйым 2018, үздік білім беру ұйымы 2019 байқауларының жеңімпазы және ұжым басшысы Қызылорда облысының ауыл әйелдерінің форумында үздік білім қызметкері 2018 номинациясымен марапатталды. Осы жетістіктері мен еңбектері ескеріле отырып, номері 195 мектеп гимназиясы Қазақстанның алтын кітабына еніп отыр. Біз өмір сүріп отырған ғасыр біліктілердің емес, білімділердің ғасыры. Білімге қол созғандардың қашанда бүгіні жарық, болашағы жарқын. Жарқын болашақтың бастауын бүгіннен бастап қалайтын шәкірттерін номері 195 мектеп гимназиясы шыңдаудан еш жалыққан емес.